Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін турецкий булочки пісіретін боламыз. Дәмі өте керемет шығады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менде бұл жерде сүт, жылы және су, одан кейін оған тұз және қант, дрож барлығын салып алатын боламыз. Жақсылап араластырып, оның үстіне ақырындап ұнды сала бастаймыз. Достар, бұл жерде мен жұмыртқаның ағын ғана қостым, сарысын бетіне сүтпен араластырып жағатын боламыз. Енді сұйық майымды құйдым. Енді ұнымызды саламыз. Ұнды осылай ақырындап салатын боламыз. Барлығын бірден салып жіберуге болмайды. Қамырымыз жұмсақ болу үшін осылай бір-бірлеп салып отырамыз. Мен столда әбден жақсылап илеп алдым. Кішкене ғана қолыма жабысады қамыр. Енді оған кішкене сұйық майды құйып, одан кейін жылы жерге бетін жауып қоятын боламыз көтерілгенше. Міне достар, қамырымыз дайын болды. Енді біз оны біртіндеп 8 бөлікке бөлетін боламыз. Яғни мен ешқандай да таразға салмаймын. Өзімнің көз мөлшерім бойынша 8 бөлікке бөліп алам жақсылап. Енді міне сары майдан аздап беттеріне жағып шығамын. Одан кейін біз оны ақырындап жая бастаймыз осылай қолмен. Барлығын осылай істеп шыққаннан кейін бетін жауып қоямыз. Міне кішкене көтерілді, өте жұмсақ қамыр. Енді оларды осылай айналдырып бұрап, бір-біріне жабыстырып, кольцо сияқты пішінді жасайтын боламыз. Достар, осы жерде барлығын жасап болғаннан кейін бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз көтерілгенше. Бұл жерде жұмыртқаның сарысына сүтті кішкене араластырып, осылай бетіне жағып шығамыз. Егер сіздерде ақ кунжут болса, қандай кунжут болады, соны сепсеңіздер болады. Менде қара кунжут. Енді мен духовкаға 180 градусқа салдым. Енді әркім өз духовкасына уақытын қарайды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет үлкен. Барлықтарыңызға ас болсын.